Ассаламу алейкум, мұсылмандар. Біз мына кезекті жұмысымызды тағы да пайдалы жерлерімен бөліскіміз келіп отыр. Темір шатырлар, кезекті темір шатырларымызды істеп бастадық. Алдыңғы темір шатырларда айтылмаған нәрселерді осы навесте айтуға әрекет етеміз. Ең бірінші айтылатын нәрсе ол материал саны. Әзірше 24 метрге 4 метр 15 сантиметр навес деп жоспарлап отырмыз. Оған 30 профнастиль, яғни шип үстіне жабатын шипырлары 30 штук, және де профильді тұрба 60-қа 60-тан 8 штук, 20-ға 40-тан 23 штук, және де НКТ 2,5 НКТ тұрбадан 7 штук, 20-ға 20 профильді тұрбадан 25 штук материал алдық. Сонымен жалпы жұмысы жобалақ болады деген жоспардамыз. Навестің ұзындығы 24 метр, ені 4 метр 15 сантиметр. Жайлап, диагональдап, енді стойкілерін қоюға кірісіп жатырмыз жай-жайдан. Жұмыстың барысын түсіруге әрекет етеміз. Құрметті желі көрермендері, мына жасап жатқан навесіміздің стойкілерін қойдық, краска бояу шашу жұмыстарын бітірдік. Бұл стойка қандай күйде қойылды? Бірінші шиттен бір стойка қойып аламыз. Өзімізге керекті размерді қойып алып, арық шеттен қойылса, мына шеттегі стойканы соны гидроуревен арқылы биіктігін түзейміз. Сосын сол арық шеттегі қойылған стойка арқылы мына шеттің арық шеттен қойылған стойканы бойларын түзеп гидроуревен арқылы екі шетіне жіп тартып қалған стойкілерін тарттық. Жалпы саны 19 стойка, мына шетте қаз-қатар стойка кеткен. Арғы шеттегі 2 стойка Г-образный болып кеткен. Ол ана кіріп шығатын шаруақтың дарбазасына кедергі жасайтын болды, сондықтан да оны Г-образный қылып жібердік. Мына жағының стойкілер неге мынандай деп ойлап отқан шығарсыздар. Күн түсу бағыты осы қыбла жақтан болғандықтан біз мына жерге профнастильді шипырды жабуды жоспарлап қойдық. 1 метрлік жерге біз профнастиль жауып шуруптаймыз. Фирмаларына келетін болсақ, сол 24 метрге 17 штук фирмалар қоямыз деп жоспарладық. Стойкілердің 2 штугі Г-образный болып түсті деген мынандай түріне. Мына жерде. Себебі мынау стойкілер үйдің бағытымен бірдей болып келген. Және де сол бағытпен жалғастыра бергенде, онда мына жерде воротадан бері қарай 50-60 сантиметр түсетін болды, сондықтан да ар жаққа бетондадық. Мынандай күйде. Жалпы стойкілер біз оңай тәсілін таптық, стойка қоюдың ол күзетте жүрген шығар. Екі шеттен 2 стойканы гидроуревен деп шығарып алдық. Өзімізге керекті биіктікті. Сосын жоғарысынан, төбесінен, мына қойған пластинкамыздың қақ ортасынан, ар жақта да дәл солай жіп тарттық қақ ортасынан. Сосын каждый стойканы сол жіпке келтіріп, уревендеп, астын жылжыту арқылы біз уревендеп шықтық. Қатты қиындық тудырған жоқ. Үстін жіпке ортасына келтіріп аласың, үстін. Сосын уревенді астымен реттеп сондай күйде қойдық. Мына жағының үстіндегі полосасын жіберген жоқпыз. Айтып отқан мына шетіне профнастиль не үшін керек дейді шығарсыздар. Ол не? Көлеңкеден байқайсыздар. Уже біздің навесіміздің жартысында күн жатады деген сөз. Ол пайда аз болады. Сондықтан да біз шетін жабуға тура келді. Сонда навесіміздің кезекті шаруасы бітті. Ол
фермаларын орын-орнымен қойдық. Фермалардың арасы 1,5 метр. Плюс-минус 5-6 сантиметр бар, енді жалпы есепте 1,5 метр деп есептеп қойдық. Бір профнастилдің ұзындығы 6 метр. Сол 6 метр профнастилге 5 ферма бекітіледі. 5 ферма бекітіледі. Мына шетінен 5-ші ферманың шеті 5,95. 5 профнастил 6 метр, 5,95 5 метр былай для удобства қалдырып кеттік өзіміз. Мына шетіне ою өрнектер қойылды. Жалпы түрі осы. Бояудың түрі жарық, светлый, ақ түсте болып, өте әдемі болады екен ақ түспен істетсеңіз. Осындай күйде ферманы қоюдың жүйесі былай. Мына ферманы қойып алдық, ар жағын дәл солай қойып алдық та. Баяғы аталардың жүйесімен жіп тартып қалған фермаларды сол арқылы қойдық. Енді үстінің профнастилін жауамыз, сонымен жұмысты азайтамыз. Ана фермалардың профильдерінің размерін айтып кетейін. Жалпы астыңғы деңгейінен былай тіке жібергенде мына точкіден, астыңғы точкасынан мына биіктігіне дейін ферма 1 метр. Ферманың потолоктың деңгейінен төбеге қарай ең төбедегі точкасы 1 метр. Мына ферманың бір шетінен мына шетіне дейін 4,29 4 метр 29 сантиметр. Енді соған ана профильдерді қаншадан кескенде дәл осындай имек шығады деген сөз ғой. Үстіндегі 40-қа 20 профильді біз 4 метр 90 сантиметрден кестік. Сөйтіп домалақтағанда ол 4 метр 29 сантиметрге дейін созылды. Биіктігі 1 метр. Астындағы 20-ға 20 профиль ол 4 метр 30 сантиметр. 4 метр 35 сантиметр қателеспесем. Аралары екеуінің арасы 14 сантиметр. Ана ножкасы 26 сантиметр. Осындай күйі бар. Тағы профнастилді қатырудағы азғантай білу керек жерлерін айтамыз иншалла. Құрметті желі көрермендерім, профнастил жабу жұмыстарын жасап жатырмыз. Кішігірім айтып кететін жағдай. Профнастилдер мынандай күйде жабылып жатыр. Жалпы профнастилді біз ферманың өзіне қатырып келе жатырмыз. Сосын арасынан 20-ға 20 сондай ойығына профиль жіберіп жатырмыз. Соған тағы да жүріп қатырып жатырмыз. Олар әрине мықтылыққа көп әсер етеді. Навес толығымен бітті деуге негіз бар иншалла. Осындай күйде навес құралды. 24 метрге 4,15. Ені 4,15, ұзындығы 24 метр. Осындай күйде құралды. Қапталына мынандай қосалқы жапқыш ретінде профнастил шұрықтадық. Материал санына келетін болсақ, сол видеоның басында айтылған, жұмыстың басында айтылған материалдарға 23 штук
20га 20 профилде торба косулду. Ушундай кийде навистер куралды. Кандай да навистерге кеңештер керек болса комментарийга жазамыз. Билген билмеген жерлер болса бөлүсүп акылдасып